ностальгия әдісі арқылы өткен шақтағы заттардың атауын атап берейікші. Кезектесіп, радио тани көріп тұрмыз. Шам көріп тұрмыз, жақсы. Ондай болса, үй тапсырмасына көшейік. Бұл жерде тест арқылы QR кодты аламыз ең алдыменен. Бұл жерде тест кәдімгі жер бедерінің түрлерін қалыптасуын анықтайтын боласыңдар. Тест арқылы және 2 балл қоямыз бұған. Дескриптивке назар аударамыз балалар. Бағалау шкаласымен өздеріңді бағалап отырыңдар. Үй тапсырмасы бойынша 2 балл қоясың. Бар дұрыс жауап беретін болса, болды, жақсы. Болсаңдар, көрсетіп кетеміз. Кім қанша алды? Барлығы дұрыс па? Барлығы дұрыс болса, 2 балл қоямыз. Сен қанша алды? 2 балл қоямыз. Кім болды? Өзіне 2 балл қоямыз. Дұрыс жауап бергендер. Назар аударамыз. ақш-тың тәуелсіздігі ұлттың мәңгілік ұраны. 1776 жылы 4 шілдеде ақш тәуелсіздік декларациясын жариялап, Ұлыбритания отарлығынан азат болды. Бұл құжатта халықтың еркін өмір сүру, бостандық пен теңдікке құқығы көрсетілді. Содан бері тәуелсіздік сөзі Американ халқының ұлттық бірлігінің және мақтанышының ұранына айналды. Жыл сайын 4 шілде тәуелсіздік күні мерекеленіп, халық азаттықтың құнын ұрпаққа еске салады. Бұл оқиға тәуелсіздік ұлтымыздың мәңгілік ұраны дәйек сөзі екені осы мәтінде көрсетіліп тұр. Енді бізде тақтаға назар аударатын болсақ, қандай суреттер көріп тұрмыз? Нені көріп тұрмыз, балалар? Таулар мен жазықтар. Таулар мен жазықтар. Демек біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Жер бедерінің жіктелуі. Дәптерімізді ашамыздағы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын жаза қойыңдар. Тақырыбы жер бедерінің жіктелуі. Оқу мақсатта жер бедері түрлерін жіктейді, жер бедері түрлерін жоспар бойынша сипаттаймыз. Сабақтың мақсаты бүгін біз жер бедерінің түрлерін анықтай алып, оларды жоспар бойынша сипаттай білетін боламыз. Балалар тақтаға бейнероликке назар аударамыз. Еліміздің жер бедері қандай? Еліміздің жер бедері алуан түрлі. Онда биік таулар мен қыраттар, жазықтар мен ойпаттар бар. Жазықтар физикалық картада жасылмен боялады. Олар ежелгі теңіз немесе көлдердің орнында пайда болған. Картада жасыл бояудың үстіне сарғыш дақ түсіру арқылы төбелі жазықты белгілейді. Төбелер бір-бірімен жалғасып, қырат құрайды. Таулар картада қоңыр түске боялады. Тау биіктеген сайын картадағы қоңыр түс оюлана түседі. Биік таулардың басынан қысы-жазы қар мен мұз кетпейді. Арасында сарқырап тау өзені ағып жатқан терең шатқалдар болады. Биік тау беткейінде орман өседі. Қазақстанның ең биік нүктесі Іле алатауындағы Хан Тәңірі шыңы. Оның биіктігі 6995 метр. Ең төмен нүктесі Маңғыстаудағы Қарақия ойысы. Оның тереңдігі 118 метр. Еліміздің шығысы мен оңтүстігі таулы, ал солтүстігі мен батысы жазық болып келеді. Шарын шатқалы Қазақстандағы қайталанбас әсем жер. Шатқалдың ұзындығы 154 километрді құрайды. Шатқалдың ортасынан Шарын өзені ағып жатыр. Көркіне көз тоймайтын әсем жер Алматы қаласынан 195 километр жерде орналасқан. Балалар бейне фильмнен нені түсіндіңдер, нені көрдіңдер?
Биік тау мен қыраттардың бар екенін білдік. Өте жақсы. Таулар мен ойпаттар бар екен. Өте жақсы. Биік таулардан мұз бен қар түспейді. Өте жақсы. Биік таулар не қандай түспен боялады екен? Жазықтар? Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар тақтаға назар аударайық. Жер бедері бізде материктік және мұхиттық болып екіге бөлінеді. Материктік дегеніміз таулар, жазықтар, ал мұхиттық дегеніміз суасты таулары және суасты жазықтары болып келеді. Мінекей, қараңдар, литосфера тақталарының қозғалыс түрлері де бар. Бұл мына суретті қарасаңдар, конвергентті, дивергентті және трансформды болып бөлініп тұр. Енді мына суретке қарасаңдар, мына Гималай тауын көрсетіп тұр. Бұл бағана айтылып кеткен материктік болып келеді екен. Ал мына материктік қайраңның Мариан шолымасы бұл мұхиттық болып бөлінеді екен. Мұхиттық және материктік қалай болатынын сендерге көрсетіліп тұр. Ал енді мұхиттың өзінің табанының жер бедері мінекей көріп отқандай, мінекей мұхиттық табаны осындай болады екен. Бұл кәдімгідей қайраң, теңіз түбі, аралдар, мұхит табаны материктік беткейлерден тұрады. Көріңдер ғой, Енді бізде жазықтарға келетін болсақ, бұл жазықтар бізде төбелі жазықтар болып келеді. Олар Шығыс Еуропа көбінесе. Төбелі жазықтарда ойпаңдар, төбелер, жыралар мен сайлар кездеседі. Тегіс жазықтар бізде ол Батыс Сібір жазығы. Енді қызық екен деген ақпаратқа назар аударатын болсақ, бұл жерде ең дүние жүзі бойынша Эверест шыңын айтып отыр. Орналасу Гималай тау жүйесінде, Непал мен Қытайда шекарасында, биіктігі 8848 және 8850 метр. Бұл жер бетіндегі ең биік нүкте болып есептелінеді. Атауы Непал тілінде Сагарматха, тибетше Джамалунга, ағылшынша Монт Эверест деп аталады. Эверестті альпинистер үшін ең күрделі әрі беделді шың деп есептейді екен. Ал ауа райы қатал, оттегі жетіспейді, сондықтан арнайы дайындық қажет болып келеді екен альпинистер үшін. Алғаш рет бұл жерде 1953 жылы Эдмунд Хиллари мен Тензинг Норгей осы Эверест шыңына шыққан альпинистердің бірі екен. Ал енді мына жерде Кхор ойысы, жердің ең төмен нүктесі. Бұл жер Иордания мен Израиль шекарасында орналасқан Өл теңіз маңында. Тереңдігі 430 метр тереңдікте екен. Бұл жер бетінде ең төмен орналасқан құрылыс нүктесі болып есептелінеді. Кхор ойысы тектоникалық жарықтар нәтижесінде пайда болған. Өл теңіз осы ойыста орналасқан, оның тұздылығы өте жоғары, аймақ геологиялық тұрғыдан белсенді әрі тарихи мәдени маңызы зор болып келеді екен. Ал енді жаңағы бейнефильмде айтып кеткендей, біздегі Қазақстан бойынша ең ойыс қаяқта деді? Қандай ойыс деді? Қарақия ойысы деді, 132 метр тереңдікте деді. Ал ең биігі Хан-Тәңір шыңы. Жарайсыңдар балалар. Енді осыны картадан көрсете аласыңдар ма? Тауларды бізде қандай түспен боялады деді? Қоңыр деді. Ал Жазықтықты жасыл түспен көрсетіп кете аламыз ба? Дүние жүзі бойынша таулар, жазықтарды көрсетіп кетейікші. Көрсе қойшы, ұнар. Қалғандарымыз дайын отырамыз балалар. Тез. Атластау өте жақсы. Аман келді. Тез. Антау өте жақсы. Аягөз. Динали тау бар ма? Тағы да айтам деген көрсетейін дегенде. Жазықтардан. Апалач тау жақсы. Болды ма? Жазықтар көрсете аласың ба? Не көрсетейін деп отырсың? Гималай тауын көрсете қойып. Өте жақсы балалар. Енді дәптерлерімізді ашамыздағы мына бірінші тапсырманы орындаймыз. Бұл тапсырма 3 балдық. Дескрипторға назар аударамыз. Салыстыру әдісі. Бізде Қазақстан картасын ашамыз.
Атластан Қазақстан картасын ашамыз дағы жаңа бұны мұқият тыңдасаңдар бейнефильмде айтып кетті. Қазақстанның қай жағы жазықты, қай жағы таулы екенін айтып кетті. Я естеріңе түсіре отырып, осы бірінші тапсырманы орындап кетеміз жылдам. Кім жас болды? Амангелді кән оқымызшы? Қазақстанның солтүстігі мен батысы жазық болып келеді, ал оңтүстігі мен шығысы таулы. Оңтүстігі мен шығысы таулы. Жақсы. Тағы кім айтам дегендерің бар ма? Тағы да кім аяқтады? Кім аяқтады, сол өзіне 3 балл қойсын. Дескриптор бойынша Қазақстан батысы мен шығысының жер бедерін дұрыс салыстыру барысында нақты мысалдар келтіру, физикалық картаны пайдалана отырып қорытынды жасай алады дейді. Егер де осы дескриптордың барлығын жазатын болсаңдар, өздеріне 3 балл қоясыңдар, жарай ма? Көшейік балалар. Бұл жерде QR код аламыз, бәріміз келіп ала ойындар. Және бұл жерде сәйкестендіру әдісі арқылы келіп ойындар. QR код аламыздағы жылдан енгіземіз. Егер де дескрипторге назар аударамыз балалар, дескрипторда жақсы толық орындасаңдар 2 балл қоясыңдар өздеріңе.